390 теңге. Сәлем достар, менің сендер каналындасыздар. Біз бүгін челлендждің аты 2000 теңгеге тамақтан деген челлендж болады. Ол мен Аминаға 2000 теңге. 2000 теңге беремін, сол 2000 теңгеге ол продукты алу керек. И целый день соны ғана жейтін болады. Үйден басқа жақтан ешнәрсе жемейді. И ол алған продуктыларға ол тояды ма, тоймайды ма, ол уже Амина ойлау керек. И соған байланысты заттар алу керек. Достар, егер осы видео ұнаса, онда тағы да түсіретін боламыз. 500 теңгеге түсіреміз, 1000 теңгеге түсіреміз, 5000 теңгеге түсіреміз. Сондықтан біздің челлендждер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, бізге комментарий жазып, и біздің каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Мам, давай 5000 теңгеге. Давай 500 теңгеге. 500 теңге. 500 теңгеге бір нан и бір су ғана. 5000 Давай 2000 теңгеге бастап көрейік, сосын көреміз. Хорошо? Ты справишься или нет? Теңгеге. Бірінші 2000 теңгеге бастап көреміз, содан кейін дальше көреміз. Не аласың? Йогурт. Қанша тұрады бала? Не знаю. Давай еще одну. Амина, целый день осыны жейсің, басқа еш нәрсе жемейсің. Смотри, мынау уже сенде 1400 бір нәрсе теңге қалды. Точно? Да, давай макарон что-нибудь. Чего? Макарон зато буду кушать. Ну, Алла, что хочешь? Одни шоколад, одни сладкие. Қанша тұрады? 390 теңге. Ага. Сол ма? Точно? Оха. Киндер Буен. Буена. Буен, да, это Буен. 390 теңге. Я это не буду. Я лучше возьму киндер. Тоясың ба? А? Тоясың ба оған? Қанша тұратын қара? Я пойду взять макароны. Макароны с кетчупом. Кетчуп тоже деньги стоит. Ладно, киндер. Қанша тұратын қарасы енді? Қанша тұрады екен? Қанша тұрады? Ага. Киндер сюрприз 520 теңге. Сенде қанша қалды? No. No? Ол қымбат па, арзан ба? Все равно? Ты не болды, Амина. Не аласың? Мармелад. Нет, я лучше мармелад. Мармелад стоит нисколько, я лучше. Не алғың деп тұрсың, айтсайшы. Бағыншы қанша тұрады екен? 290. Это маленькая одна. Теперь пошлите макароны брать. Тоқтай тұр. Қанша тұрады ана? Бағыншы. 260. 290. Достар, а можно что-то попить? Я теперь не буду вот это все прям. Қазақша. Достар, бірнәрсе су ішуге сондай Болады, сок. болады. Жүр. Онда кеттік. А здесь маленькая есть?
Маленький? Целый день маленький душесің ба? Ну ладно, с тобой давай поедем. Қанша тұрады? Большой ли здесь? Білмеймін, өзің білесің. Қанша тұрады айтшы? 400 теңге. 400 теңге. А сенде қанша қалды? 1150 теңге қалды. Тогда достар, енді тағы не алсам бекен аяққа қоям телефонды. Ал енді кеттік. Вот, достар, қараңыздар, роллтон, прямо лапшалар. Здесь даже острые есть. Ну, биг лапша тағы бар, но мен алмаймын. Достар, это, конечно же, шоколад. Достар, қараңыздар, сколько много, но я здесь была. Кеттік печенье алуға. Так, здесь есть очень много. Жерде өте көп бар, ал біз шоколад аламыз. Так, мен аламын. Ну, конечно же. Ой. Так. О, вот это вот. Мына отырады 390 теңге, а бізде 750 теңге. Конечно же. Алайыз. Амина, сен алған заттарың мынау ғана, да? Точно, целый день бизнесна. 301 нәрсе теңге қалды. Давай соған алдай кеттік. Печеньку возьми, печеньку. Бер кел мындай. Сондай печеньку. Альданы. 280 теңге. Все, как раз. Міне біз алдық. Достар, қазір таңғы ас. Мен за весь день буду мынаны жеймін. Мынаны. Тағы су и кешегі сок. Мен аламын. Ал, достар, давайте. Я начну вот с этого. Давайте. Это молочный ломтик. Давайте открываем. Вау! Достар, қазір түскі ас, и я не хочу кушать, но хочу это попробовать. Это буено. Особенно там внутри 2 штуки. А, давайте. И раз, два. Так, ну, я, наверное, буду это пробовать. Как вкусно. Достар, уже кеш батты. Мен уже молочный ломтикті жедім. И баунти, и мынау сокты бүгін мен ойнадым, и мынаны выпила. И, достар, қазір уже ночь болды. Қазір мен альбениді жемін, да, вообще я не хочу кушать, өйткені я справилась, мынаны бәрін жедім, өйткені мен мынаны жедім утром. Сосын ведь ничего не ел, только уже вечером мен мынау чуть-чуть баунтиді жедім, сосын уже қазір альбениді жеймін.
Иә, достар, я справилась, так что достав кеттік. Альбениді жейміз. Всем пока-пока, маған подписаться етіп, лайк басып, комментарий, репост таңыз. Всем пока-пока.